кремі арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгін біз қазіргі танымал торттардың бірі молочная девочка тортын пісіреміз. Арнадан алыстамаңыздар. Тортымызға қажетті заттар: алдымен қамырына 200 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель, 3 жұмыртқа және 500 грамм қойылтылған сүт, яғни сгущенное молоко. Мына жерде бір банкасы 380, сондықтан 500 грамм болып өлшеп аласыздар. Ал креміне 35%-тік 300 мл сливкиіміз және 50 грамм сахарный пудра қосамыз, 50 грамм қойылтылған сүт қосамыз креміне. Міне достар, біз 500 грамм сгущенкамызды құйып дайындап алдық. Енді ең алдымен 200 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, құрғақ затымызды араластырып дайындап қоямыз. Қойылтылған сүтпен жұмыртқамызды жақсылап араластырып миксерлейміз. Содан кейін барып соңынан ұнымызды қосып миксердің төменгі жылдамдығында араластырамыз ұнды. Әзірше біз жұмыртқамен сүтімізді араластырып алайық. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз қазір бұны пергамент қағазын дөңгелектеп шеңбер қылып сызып аламыз да, соның ішіне 4 қасықтан салып 6 корж шығарып аламыз. Мінекей достар, біз жаймалап салып алдық және енді осындай тағы 5 корж пісіресіздер. 4 қасықтан салып отырасыздар. Енді қазір алдын ала қызған 180 градус пешімізге пісіріп аламыз. Оларды толық суытамыз. Осы решеткада суыса болады. Ал енді біз кремін дайындауға кірісеміз. Оған әбден салқын тоңазытқышта тұрған 300 мл 35%-тік сливкиімізді құямыз. Оған 50 грамм қойылтылған сүтіміз және 50 грамм сахарный пудрамызды қосып, әбден кремге қоюланғанша миксерлейміз, кремге айналғанша. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды сәндеуге кірісеміз.
бүгінгі молочная девочка атты тортымызды дайындап біттік. Рецепт ұнап жатса пісіріп көріңіздер. Және каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.